келіп тұр. Мен не сезініп отқаныңызды айтып беріңізші, ішіңізде қандай сезімдер болып жатыр? Не сезіне, сол көзімнің алдында сол ғана, басқа менде ешқандай сезім жоқ. Көзіңізден жас болып шығып жатқан сезім емес пе? Мен бұлай көп жылаймын, негізі. Мен жалғыз қалып көп жылаймын үйде. Соларды ойлаймын көбінесе. Мен өзім көбінесе бұлай жалғыз қалып балаларым мектеп пятницаға дейін болады ғой, суббота воскресенье апасының үйіне кетеді. Жолдасым да үйде болмайды. Көбінесе мен үйде бір өзім қалып жылаймын. Сол көзіңізге жас әкелетін сезім қандай? Енді оны білмедім енді. Білу не обязательно? Дұрыс болу не обязательно? Дұрыс бұрыс деген нәрсе жоқ. Просто айтып көріңізші. Болжам жасап көріңізші. Қандай сезім сіздің көзіңізге жас болып келеді, жылатады сізді? Көбінесе мен жалғыздықтан жылаймын ғой. Мен, мысалы үшін, мені ешкім жақсы көрмегеннен жылаймын. Мысалы үшін, мен бала кезімде де ешкім мені жақсы көрмеді. Күйеуге шыққанда да ешкім жақсы көрмеді деп жылаймын. Сол үшін жылаймын мен. Сізді ешкім жақсы көрмейді деген кезде не сезінесіз сонда? Мен, мысалы үшін, мен қазір балам жақсы көреді. Қатты, мама, мен сені жақсы көремін деп көп айтады маған, мысалы үшін, Ұлым көп айтады, қызым айтпайды, бірақ жақсы көремін деп. Сол кезде мен, мысалы үшін, өзім осы дүниеге келгеніме, сол балалы болғаныма қуанам, шынымды айтсам. Құдайға шүкір деп айтам, тәуба деп айтам. Аллаға рахмет айтам сол кезде. Алла, сен маған осы баланы бергенің үшін, мен өзім осындай салима болып туылғаным үшін деп айтам арасында. Сол балам айтқан кезде. Сонда сіздің өміріңіздің мәні сол ұлыңыз ғана ма? Қазірше ұлым болып тұр ғой, өмірімнің мәні. Сіздің өзіңізше? Мен өзімді ұмыттым ба деймін да арасында. Мен балам үшін жасап жатқан сияқтымын, балам қызым үшін. Маған бәрібір сияқты болып кетті да. Маған бәрібір сияқты болып кетті. Солар жесінші, солар кисінші. Мен кимеген киім сол екеуі кисін. Жемеген затымды, армағандаған затымды соларға бергім келеді. Мысалы үшін бала кезімде. Мысалы үшін мен киім де кимедім ғой дұрысы. Қалаған затымды алып жей алмадым. Бірақ маған папамның маған істеген, сосын папамнан бір 2000 сом, ол кезде купон деген ақша шықты ғой бір жылдары. Папа маған 2000 сом беріңізші деп сұрағаным есімде папамнан. Оны қайтесің балам деді, соны мен сағыз алып ішемін дедім. Бомба деген сағыз болатын. Сонда папам маған алып ішене ғой деп берген 2000 сом. Бірақ мен, мысалы үшін, ауылда өстім ғой енді, папам үйінде болдым, қыз болып. Бірақ арасында қыз күнімді сағынып тұрам. Күйеуге шықпай қойсам болады ғой. Сол күнімде жақсы кейін ғой деп ойлап қоямын қазір, мысалы үшін. Көбінесе ойлап қоямын. Қыз болып отыра берсем болады ғой деп. Қараңызшы енді, сіз өз-өзіңізді жақсы көре алмай жатсыз. Жақсы көре алмай отырмын, иә. Күйеуіңіз қаяқтан жақсы көреді сізді? Бірақ бір кезден дым емес енді, мысалы үшін, қазір жұмыс істеп жатырмын ғой, ақша табамын, мысалы үшін, мен ақшадан энергия аламын, мысалы үшін, қазірлеріне. Ақша саудан болған кезде қатты өзім қуанам, Аллаға шүкіршілік айтам да. Аллаға шүкір, осы салима болып туылғаныма мен Аллаға шүкір деймін да, өзіме өзім шүкіршілікті көп айтам. Тәуба деймін, Аллаға рахмет айтам, Аллаға. Алла сенің арқаң бәрі деп. Ақшаңыз болмай қалса ше? Саудан болмай қалған кезде, Алла ертең менің саудамды бер деп көп айтам. Бірақ өзіңізге рахмет айтасыз ба? Мен соңғы уақыттар рахмет айтып жүрмін өзіме. Соңғы уақыт дегенде бір көп болған жоқ, ол да бір 5-6 ай болды сондай. Өзім миыма келді да сол зат, миыма. Неге мен өзіме рахмет айтпаймын? Өзіме өзім рахмет айтайыншы, мен өзім деген қандай адам, мен жақсы адаммын. Не үшін мен өзіме рахмет айтпаймын? Мен өзіме, мысалы үшін, өзім сыйлықтар жасайтын болдым соңғы уақыттар. Өзіме өзім затты аямайтын болдым, мысалы үшін. Арасында балдарыма, қош балдарымды ала берем ба балаларыма деп, өзіме алайыншы деп мен өзіме алам, мысалы үшін. Өзіме өзім рахмет айтам да арасында. Жақсы, саналы түрде өзіңізге көңіл бөліп бастапсыз да? Құдайға шүкір.
Қараңызшы. Оны Алла тағаланың өзі маған не қылды. Алдын ондай болмаған менде. Енді әлі бессознательно сіз өзіңізді жек көріп жатсыз. Өзіңіз айтып отырсыз соны, жек көремін деп. Енді сіз өзіңіз іштей жек көріп жатсаңыз, күйеуіңіз айдаладағы адам, ол қаяқтан жақсы көру керек сізді? Сіз өзіңізді іштей жек көріп жатсаңыз, қалай ойлайсыз? Енді білмедім енді оны. Бұл жерде дұрыс-бұрыс деген вариант жоқ, просто не сезініп жатқаныңызды айта беріңіз. Еркіндік сізде. Мысалы үшін мені күйеуім жақсы көрмейді деп айтып ғой енді. Күйеуім дым жаман жақсы да көрмейді емес, бір рас па, өтірік па білмеймін әйтеуір. Мені мақтап қояды күйеуім. Саған үйленгеніме шүкір дейді. Бір енді мысалы үшін мен онымен көп былай ашық сөйлесемін да, дастарханның басында шай ішуге, кеште кездесеміз ғой шай ішуге. Ол мені мысалы үшін сен мен болмағанда не істер едің деймін да. Мысалы үшін менің әкеме рахмет айт, мен дүниеге әкелген деп айтамын да, күйеуіме айтамын. Анама рахмет айт. Мен Құдайға шүкір, міне дастархан толтырып жайғанды жақсы көремін. Мысалы үшін бала шағам алдына мен күйеуімнен ештеңені қызғанбаймын. Басында мен күйеуіме киімдер алып беретінмін, бәрін алып бере беретінмін. Қазір мен уже 2 жылдай болып күйеуіме ештеңе алып бермеймін. Неге десең, ешқандай күйеуім маған, мысалы үшін мен бір күні ойландым өзімнен, мен бәрін алып беремін, күйеуімнен ештеңені аямаймын, дастарханды толтырып жаямын, сол жесін ішсін деймін, мысалы үшін. Бірақ одан ешқандай не жоқ деймін да. Мысалы үшін сөйлессем, мамасымен басқа жақта барып сөйлеседі. Неге олай істейді? Ақшасын неге тық қояды деп, не? Сөйтіп күйеуіме солай айтсам, бір күні ол ақшасының бәрін маған көрсетті. Мен ажырасам деп шықтым ғой. Мен ажырасам, сенімен тұрғым келмейді. Не бар мынандай өмір болды ма осыдан деп. Шынымен енді не қыласың ғой? Айттым шындығын бетіне. Сосын маған бәрін, ешқандай менде басқа әйел жоқ. Жаңағы балаларым үшін жинап жатырмын ақшамды деген сияқты. Айтты маған ол. Жақсы. Сұрақтан қашып кеттіңіз тағы. Сіз өзіңізді іштей жек көріп жатсаңыз, өзіңіз іштей жек көріп жатсаңыз, сырттан біреу неге жақсы көру керек сізді? Жақсы көрмесем де балам жақсы көріп жатыр ғой. Жоқ, сіз өзіңізді жек көріп жатсаңыз. Енді өзімді қатты жек көрмеймін былай. Жаңа айттыңыз ғой. Енді жаңа айттым ғой, енді қайтадан менің пікірім өзгерді ғой енді. Айтып отырмын, соңғы уақыттары өзімді өзім жақсы көріп жатырмын, өзіме рахметімді айтып жатырмын, Құдайға шүкір деп. Сонда мәселе күйеуде ме екен, сізде ме екен? Мен өзімде болып тұр ғой. Соңғы уақыттары оны өзімде түсініп жатырмын. Өзімде мәселе көп екен. Сосын менің мынандай бір әдетім бар да, соңғы уақыттар көп ойланып жатырмын онда. Азанда кетеміз ба шығып, жолдасымыз екеуміз сөйлеспейміз телефоннан. Мен оған звондамаймын вообще. Қалайсың, жақсысың ба деп, сол миыма кіріп алды енді бір. Жарты жылдан көбірек уақыт болды сондай, неге мен звондамаймын күйеуіме, неге жағдайын сұрамаймын оның деп, не? Бірақ ол звондайды ма арасында көп емес. Сосын жаңағыдай нелерді айтып кетемін да мен. Мысалы үшін ол кеште күтіп алам десе, күтіп ала алмай қалады, басқа затқа кетіп қалады. Күтіп алам деп тұрып, сөзден тайып тұрады да жаңағыдай. Көбінесе сондай не болып қалады да? Не деймін жаңағы? Сөзінде тұрмай қалады да? Сөзінде тұрмай қалғанда мен оның өтірікші дей жақ емеспін. Енді ол таксист қой енді. Шыным келеді да сондай кезде, ашуым келеді. Не нәрсеге ашылдыңыз? Жаңа сөзіне тұрмаған үшін. Енді алып кетем ба дедім ма, алып кетпеймін ма енді келіп. Мен мысалы үшін өзім еркек болсам деймін да, күйеуіме айтамын. Айттым ба, соны орындайтын едім деймін да. Орындайтын едім сөзімді деймін. Мысалы үшін мен балаларыма да уәде бердім ба, бір жерге апарам, я бірдеңе алып берем дедім ба. Соны қандай жұмыс шығып қалады, мысалы үшін адамбыз да, қандай жұмыс шығып қалса да мен соны сол кезде орындауға тырысам. Уәдемде тұрғым келеді менің әдетім. Ал енді қараңызшы, звондағым келеді дейсіз, жағдайын сұрап тұрғым келеді дейсіз. А неге звондамайсыз? Енді мен жағдайын сұрағым келгенде жаңағыдай тормоз болып қалам, жаңалар есіме түсіп кетеді да. Миыма кіріп алады да, қойшы, неге не үшін мен звондауым керек деймін да. Бірақ менікі оныкі дұрыс емес, менікі дұрыс емес екен. Соңғы уақыттары миыма кіріп жатыр. Жоқ, дұрыс деген нәрсе жоқ. Иә. Сізде еркіндік. Просто сіз звондағыңыз келеді екен, күйеуіңіздің жағдайын білгіңіз келеді екен. Күйеуімнің жағдайын білгім келгенде мысалы үшін неге қалайсың жаным деп қою қиын ба сонда сізге? Сол қиын. Не? Ол мысалы үшін түнде кетіп қалады, мысалы үшін бір әйел звондайды, давай, жарайды дейді кетіп қалады, маған ондай айтпайды. Мысалы үшін мен шақырсам, олай істей алмаймын да мен ешқандай. Кел мені алып кетші жаным, мен мына жерде күтіп тұрмын деп. Мысалы үшін мен өткенде күн суық болды ғой.
такси күтіп тұр, мен дачыма жетіп алу үшін Центральныйдан түсіп қалдым, дачыма жетіп алып звондамадым, еш звондай алмаймын да мен оған. Мені алып кетші, болмаса машина бар ғой де, ол телевизор көріп жатыр үйде, келіп мені алып кетші деп айтпадым мен. Тұра бердім суыққа тоңып, ақыр по пути машинамен барамын деп. Ұнай ма сізге сөйтіп суыққа тоңып өзіңізді қинаған? Енді ұнамайды ғой, сонда да, бірақ менде мына жерімде жібермейді бірдеңе. Білмеймін екен. Іздеңіз, сіздің ішіңізде тұр, не ол? Тәкаппарлық па? Мен, мысалы үшін, мен оған бас ұрмай, мен одан, мысалы үшін, мен өзім такси тауып барам деген сөз да, мысалы үшін. Қараңызшы, күйеуіңіз сізге қатын шай берші десе, сізге бас ұрғаны ма? Мен беретінем. Мына жерге әп кетші десе, сіздің бас ұрғаныңыз ба? Түсінбей қалдым сөзіңізге. Мысалы, сіз оған бас ұрмайым деп жатсыз. Иә, бас ұрмайым дегенде мен күйеуіме бас ұрмайым деп жатқан жоқпын. Жоқ, оның қызметін істеймін. Жоқ, қызметін істемей ақ қойыңыз, ұрмай ақ қойыңыз. Мен просто ситуация салыстырып көріңізші. Бас ұрғыңыз келмейді екен. Сонда мені мына жерде тоңып тұрмын, әп кетші деп айту бас ұру ма күйеуге? Мен оған жалынғым келмейді, сөздің шыны керек. Жалыну ма сонда жаңағы? Мен жаурап қалдым, әп кетші деу. Жалыну, иә. Мен үшін жалыну ол. Неге? Ол мысалы үшін мен тоңып тұрғанда ол біліп те отыр ғой. Қаяқта біледі ол? Біледі, мен уже сол сағаттан сол жерге келетінін біледі ғой. Такси жоқ екен ол. Сіз қазір күйеуіңіздің ішінде не болып жатқанын білесіз бе? Білмеймін, бірақ көп нәрсені түсінгім келеді, күйеуімді де түсінгім келеді. Иә. Сіз білмейсіз оның ішінде не болып жатқанын. Бірақ ол енді экстрасенс па, сіздің ішіңіздегіні қаяқтан біледі ол? Айтпасаңыздар, сөйлеспесеңіздер. Бірақ ол күнде сағат сайын таксист қой. Мен мысалы үшін үйімде дачада тұрамын. Дача деген білесіз бе сіз? Сіз қаланың адам білмейсіз. Мысалы үшін мен дачада тұрамын. Бұл бір шетте, елдің шетінде тұрамын мен қазір. Центральныйға шығу үшін, қалаға бару үшін мына жерге шығуым керек мен. Үйіме жету үшін мына Центральныйда тұрмын ғой. Дачаға баруым керек. Ол жаққа машиналар көп жүрмейді. Попутилар, оның таксистің нөмірі болу керек сенде, ол үшін үйіңе жету үшін. Мен ондай таксистердің нөмірін жазып алмайды екенмін. Машинаңыз бар, байыңыз тұр. Иә. Сіз неге таксистерге жалынып жүрсіз, соны түсінбей отырмын мен просто. Соны айтамын ғой, менде. Иә, еркіндік сізде, шығарыңыз бәрін. Айтып отырмын ғой, жалынғым келмейді деп. Таксистерге жалынып жүрсіз ғой айдалада. Жалынбадым мен, ол попути любой адам, мысалы үшін 150 теңге берсем алып кетеді мені. Бірақ ол кезде такси болмай қалды, көбісінің машинасы сынып қалды ма суықта. Сонда ішіңіздегі болып жатқан сезімдеріңізді айтып, көмек сұрау жалыну ғой сіз үшін, күйеуіңіз. Көмек сұрау жалыну емес. Мысалы үшін сол жерде ол деген неше рет барып келіп жатыр ғой, сол жерде қанша адам бар екенін ол біліп отыр. Күйеуім сол жерге 100 рет, 200 рет келеді. Ол қаншалықты машина жүріп жатқан, қайсы адам жүріп жатқанын біледі күйеуім ол жерде. Қай таксист? Ол таксист қой. Дачада өзі санаулы ғана таксисттер бар да. Ол қай адам жүріпті, бүгін қай такси, қаншалықты машина көп бүгін жүріп жатыр, жүрмей жатқан бәрін біліп жатыр. Яғни сізде не болып жатқанын ол өзі табу керек қой, иә? Білу керек. Білу керек па? Жоқ, білу керек емес, мен біліп отыр дегенім ғой, жаңа кісінің. Ол жерде такси жүріп тұр ма, жүріп тұрған жоқ па, біліп отыр ол. Сіздің жаныңызға не керек болып жатқанын сол табу керек, иә? Енді ол да еркек ретінде білу керек қой, менің ойымша. Әйелмін ғой мен, менің өзім ойым. Сіз әйелсіз, ол еркек, сіз бірақ оның ішінде не болып жатқанын білесіз бе қазір? Білмеймін. Бірақ білемін, көп түсінемін оны. Сіз білмейсіз, ол білмейді. Сөйтіп бір-бірлеріңізге тоңқайып жүре беріңіздер онда. Ары қарай кеттік. Бала кезде анаңызбен қарым-қатынастан не есіңізге түседі? Есіме түскен айтып отырмын ғой, анаммен көп мен есімде ештеңе жоқ. Иә, одан басқа не бар? Сосын шомылғандарымыз есімде анаммен. Көл болатын да, айналамыздың бәрі. Мен айтып отырмын ғой, жазда боламыз, қыста боламыз. Мен анаммен болған оқиғаларды жақсы көремін, жас бала кезімде. Сағынамын сол күндерді. Шомылатынымыз, анам жалаңаш тұрып шомылған бір кезде. Мен ол кезде айтып отырмын, 1-ші класстағы есімде. Одан кейін есімде жоқ. Анам одан кейін кетіп қалды ғой, ажырасып кетті ғой. Үстіне су құйып шелекпен шомылған есімде. Көз алдымда жаңа шашын қиып беретін әпкем бар, қасында мен бармын, тәңірдің тал түсінде. Сонда мен қазірлер ойлаймын да, анам сонда біреу көріп қояды деп ойламадым екен, ана сана сезімі жетпеді ме екен деген ой мені мазалайды. Сонда анаңыз соншалықты сауатсыз деп ойладып келдіңіз бе осыған дейін? Сауатсыз емес, сауатсыз емес. Анамды олай ойлағым келмейді. Просто анам жас болды деп ойлаймын ол кезде. Сосын анам не деп айтсам екен, анам да үйден шықпай ештеңе көрмегендіктен ана сана сезімі өспей қалған деп ойлаймын анамның. Ақыр менде де сондай болды ғой, менің де сана сезімім өспей қалды. Менің көп нәрселер ойлап, енді қазір сондай дәрежеге жетіп жатқан, кішкене болса да осы Алматыға келгесін
күйеуге шыққаннан кейін мына сауда істеп базарға шыққаннан кейін кішкене көзім ашылып, оныкі ашылмады ғой, ешқайда шықпады деп ойлаймын. Мен анамды кінәламаймын онымен. Жақсы. Анамды кінәламаймын. Ажырасқан үшін көп кінәладыңыз ба анаңызды? Басында мен кінәламадым анамды. Мен әкемнің мінезін білем. Мен көп ойлайтыным, жаңағыдай мал сауудан шаршап кетті деп ойлаймын оны. 4 күніне бара алмайды уақытында. Оны жібермеді, ол да қатал былай. Мысалы үшін енесі болды, әжем болды ғой енді. Әжем жібермеді деп ойлаймын. Папам жібермеді деп ойлаймын, мысалы үшін, сол үшін ол бара алмады. Оны көбінесе мен ойлайтын, сана сезімі, көзі ашық емес, сауатсыз деп ойламаймын анамды. Тек жаңағыдай адам, менің бір түсінгенім, мына үйден шықпаған адам ешқандай сана сезім өспей қалады деп ойлаймын мен. Өзімнің бойым. Қазір енді көзіңіз ашылыпты. Не кедергі ары қарай өзіңізді дамыта беруге? Мақұл, осыған дейін қиналып кепсіз, шықпай кепсіз. Енді сол өмірді өзгертуге не кедергісіз? Қорқыныш бар менде. Не қорқыныш бар? Қазір мен үй салдым ғой, күйеуім екеуміз бір үйді салдық, еңбектеніп салдық. Осы 2010-да Алматыға келдім. Мысалы үшін мен көргенімді айтайын. 2010-да келдім, 2011-де қызымды босанып, мысалы үшін 150 мың теңге не алдым да қызыма. Соның ақшасын жинап, қызыма носки кимей біреудің үйінде тұрдық қой. Сонда есіктің алдында шөп болады, мұздай. Носкилерді қабаттап кигізіп қоямын ана қызыма. Аяқ киім алып бермегені үшін күйеуім мысалы үшін алып бермеді. Қой, ақшаны саумайық, жер сатып алайық деді да. Жер сатып алайық деді. Ақшаны сол үшін жинадық. Сосын мына үйді екеулеп жүріп, мысалы үшін салдық. Қаншама еңбегім кетті мысалы үшін. Мен де кәдімгідей бір еркекше жұмыс істеп, тапқан табысым сол үйге құйдым да. Мысалы үшін айтады, күйеуім айтсам айтады, қазір үйді сатамыз, давай сатайық, ажырасайық, бөліп алайық десем, күйеуім оған көнбейді да, еш уақытта көнбейді. Мен қазір белім ауырады, грижасы бар күйеуімнің. Мен сатпаймын да үйді, мысалы үшін мен өзімнің атында тұр ғой үй. Мен далада қалам ба деп, далада қалғанда мен квартирада тұрамын ғой деп ойлаймын, бірақ балаларым көбінесе, балаларымнан қорқамын мен. Мен өзімнен қорықпаймын. Балам тек, мысалы үшін, балам тастап кеткім келмейді ол үйге, 2 баламды. Мен күйеуімнің мінезін де білемін да. Қызым мен күйеуімнің арасында жақсы емес, бірақ баланы жақсы көреді, қызды жақсы көрмейді. Қызды қатты ұстайды, шымшиды, давай белімді уқала дей береді тек қызыма, не? Мысалы үшін. Қараңызшы, 13 жасар кішкентай қызды сізді кезінде ешкім жақсы көрген жоқ. Енді жақсы көрген шығар мүмкін. Жақсы, сіздің ойыңыз ғой жаңағы. Иә. Сізді кішкентай кезіңізде ешкім жақсы көрген жоқ. Енді сол кішкентай 13 жасар қыздан күйеуіңіз екеуіңіз кек алып жатсыздар ма? Мен қызымнан кек алмаймын. Онда неге жақсы көре алмай жатсыздар? Сол жақсы көре алмай жатырмын, білмеймін, соның шешімін таба алмай жатырмын өзім. Екеуіңіз екі жақтап. Мен соңғы уақыттар ойлап жатырмын да. Бір жарты жылдай болды, бірақ әлі барған жоқпын ол жұмысқа. Психологқа қызымды алып келейін деген. Қызым екеуміз жұмыс істесек осы деп не? Психологпен. Бірақ қай жерге баруым керек? Қай жерде психолог бар? Өткенде мектепке психолог келеді деді да, апай айтты. 2-ші класстағы баламның апай айтты. Сосын енді менің көп сауатым жоқ та, шынымды айтайын. Мен айтып отырмын ғой, 9-шы сыныпқа дейін оқыдым. Сауатым көп нәрсеге жетпейді менің. Сауатсызбын, былай мойындаймын оны, сауатсыз екенімді. Мысалы үшін мен заңды білмеймін, мысалы үшін сауатсыз адам психологқа келмейді. Солай ма? Сауатсыз адам психологқа келмейді. Мен өзімнің ойым, қызым екеуміз жұмыс істесек деп ойлаймын да. Мүмкін жақсы болып кететін шығар, қызымды жақсы көретін шығармын деп. Жақсы, енді себебін іздеп жатырмын, мен сізді кінәлап жатқан жоқпын. Иә. Себебін іздеп жатырмын. Сіз өзіңізді жақсы көрмеген сезінгеннен кейін қызыңызға бессознательно соны аударып жатқан жоқсыз ба деп просто сұрап жатырмын. Мен бірақ көбінесе қызым, мен өзім ішкі нем, түйінім, қызым ең тіл алғыш бала. Бірдеңеге жұмсасам жарайды дейді. Тура кезіндегі сіз сияқты. Жарайды дейді да, ешқандай отказ жоқ қызымда. Тура кезіндегі сіз сияқты көрінгенге жағымпаздана береді. Көбінесе әкесіне жағымпазданады. Ол көбінесе менің айтқанымды тыңдамауға тырысады, бірақ мен айқайлаймын оған. Өзімді қорқытып оны не қыламын да? Қорқытып. Сен не менің айтқанымды тыңдамайсың? Ертең 40-қа келгенде қызыңыз өйстіп жылап отыру керек қой сонда, иә? Соны мен содан қорқамын қазір, не? Өзімнің басымнан өткен затты қызым көрмесе екен деп, қазір соңғы уақыттар қатты ойлап жатырмын. Бессознательно соған әрекет жасап жатсыз ғой сіз, айқайлап, жұмсап, әкесіне. Соны бүгін де мысалы үшін бағана айқайлады, сол миыма келіп жатыр, осы қызыммен неге мен айқайласып сөйлесем? Баламмен неге айқайласып сөйлеспеймін? Туым жағы желпіреген сол кішкентай қызға неге сонша өшсіздер? Соны айтамын. Соны айтып отырмын ғой, психологпен жұмыс істесем бе екен қызыммен деп. Бірақ істеймін деген нем бар өзімнің қызыммен. Не үшін мен қызымды жақсы көре алмаймын? Не жазып қойды ол сізге? Соны айтамын ғой.
не жазып қойды. Сіз жылап өттіңіз, қызыңыз да жылап өту керек пе сөйтіп? Жақсы. Әкеңізбен қарым-қатынастан не есіңізге түседі? Айтып отырмын ғой, жаңа бала кезімде бір сағызға ақша алғаным, сосын маған бір носки әкеп бергені. Сосын мен әкеммен, мен көбінесе шаруашылықтың қызымын ғой енді. Әкеммен атарқандауға баратынмын. Атарқандаймыз екеуміз, кеште барып, папам малдарға шөп ұрып келеді даладан барып. Папа мен де барайын деп қасына барғаным. Сонда бір рет мен қолымды кесіп алғанмын орақпен. Орақ деген затты білесіз бе сіз? Сонда мен талып қалғанмын ғой. Кішкентай қолымды кесіп кеткен мына бармағымды. Сонда папам бетімді сипалап, қызым деп нетіп жатыр екен да мен. Есіме келдім. Сол есімде. Сосын жаңа ат арқандауға барамыз, маған мынандай қылып арқандау керек. Мына атты былай тоқымын былай тарту керек, тартпасын былай тарту керек дегендер есімде. Анық есімде сол. Не сезінетін едіңіз сол кезде? Сол папамен ат арқандағанды жақсы көретін, барып. Әкеңіздің мейірім ба? Иә. Енді қараңыз. Арасында сағынам сол күндерді. Сағынасыз, дұрыс, нормально. Ол сіз әкеңізден алатын мейіріміңіз. Иә. Бірақ папам онша не қылмайтын, көрсетпейтін да мейірім. Сосын мен өкінетін, папамды, енді әйелі болмады ғой. Біз төртеуміз карта ойнайтынбыз. Жаңа екі інім, сіңілім бар ғой төртеуміз. Ағам қосылмайды бізге. Ол ағам вообще қосылған емес, ол басқа әйелдің үлкен ағамыз, бірақ менің ойымда ондай, оның шешесі басқа екен деп білген жоқпын мен. Кеше 25-ке барып біліп жатырмын, оның шешесі бөлек екенін, оның мамасы қарақалпақ екенін мен білген жоқпын осы уақытқа. Ондай затты ойлаған да жоқпын мен. Ол басқа әйелдің баласы деп те миыма кірген емес ол. Соңғы бір оларда сөзден сөз шығып кетіп, ана ұрсып атқан кезде әжем екеуі сөзден сөз келген кезде, сондай ма деп мен ойлап қалғам ғой. Мен оны даже мен білген жоқпын, оның мамасы басқа екенін. Енді қараңызшы, мына ситуацияға назар аударайық. Сіз әкеңізге еркелегіңіз келген екен, әкеңізбен ат арқандағыңыз келген екен, әкеңізбен бірге жүріп мейірім сезінгіңіз келген екен. Бірақ почему-то қызыңыз әкесіне сөйтіп істесе жақтырмайсыз, әкесіне көп жағымпазданады. Жоқ, мен жақтырмайды емеспін, қайта мен айтамын, әкеңе барып қасына отыр. Балам отырады ғой әкесінің қасында қазір. Мен айтамын, балам сен менің қасыма отыр, ана қызға айтамын, сен отыршы әкесін. Жақсы болсыншы деймін, арасы, жақындасыншы, бір-бірінен не қылсыншы деп не. Бірақ қызымды әкесі құшақтайды, бірақ шын көңіл емес екенін біліп тұрамын да, мен сезіп тұрамын. Бәрібір де оған бір суықтау ма? Мүмкін сіздің өзіңізде шын көңіл болмағаннан кейін сөйтіп ойлайтын шығарсыз. Білмедім мен. Бірақ қазірлер, мысал үшін, қызым мен әкесі күресіп ойнайды үйде, не? Бірақ менің көңіліме ол шын көңілден шығып атпаған сияқты. Бір әшейін біздің көзіміздің алдында солай істеп атқан сияқты. Мүмкін сіздің өзіңізде шынайы махаббат жоқ шығар қызыңыз. Қызыма ма? Шынайы махаббат жоқ дегенде, мысал үшін мен қызыма тәуір киім киген жақсы көремін. Мысал үшін көріп қалдым ба, ұнады ма? Қызыма да ұнайды. Мысал үшін да? Келістік, сыртқы бейнесі әдемі екен. Мына жақшы ішкі жан дүниеңіз. Сіздің маған кеп отқаныңызда осы жағыңыздағы пустотаны толтыру үшін кеп отырсыз ғой. Иә, ішімдегі шарғым келді, шындығына келгенде. Ал, қызыңыз ше? Қызым да шығарғысы келетін шығар? Жоқ, шығарғысы келетін шығар, бірақ қызыңызды неге жақсы көре алмай жатсыз? Білмеймін, соны айтып отырмын ғой. Істеген қылықтары жақпайды маған. Мынадай абысыным бар да, сол аяғын былай басады да, қызым да шөтті солай басама, ана абысынымен көп болады да. Ана абысының істеген қылықтарын істейді, маған ұнамайды ол, мысал үшін. Оның жолдасы түнде нөтшіға кетеді, менің қасыма жат деп қызымды алып жатады. Ана абысыныма ұсап барасады да қызым, не? Ана аяқтарын солай басқаны, аяғын тік басқаны ұнайды маған қызымның. Жүрісі жақсы болса екен деймін қызымның, не? Мысал үшін. Әдемі жүрсе екен деймін, әдемі тұрса екен деймін. Істеген қылықтары ұнамайды бір кездер. Өзіне өзі болуға рұқсат бере алмайсыз ба? Сізді де бүйтіп ұстады, сіз де қызыңызды бүйтіп ұстауыңыз керек. Ондай менде не жоқ. Бірақ қатты ұстаймын, бірақ соңғылықтар көп ойлап жатырмын ғой, айтып отырмын ғой, қызымды қатты ұстап жатырмын мен. Қызыма неге мен қызыма айқайлай беремін, қызыммен неге шай сөйлеспеймін деген ойыма келіп жатыр. Неге сол? Бірақ айқайлап қоя беремін, ұрсып қоя беремін. Неге? Тыңдамайды ақыр айтқанымды. Ол айқайлап сөйлегенге үйренген да ол. Осы жақпен біраз ойланып көріңіз, е? Жақсы. Так. Ата-анаңыздың қарым-қатынасы бір-бірімен есіңізде бар ма? Сіздің көзіңізше? Иә, бар. Қандай болатын? Менің көзімнің алдында қалған, айтып отырмын ғой, 1-ші классқа дейін. Анамның тырнағын алып отыратын әкем. Әкем о кісіден көп жас үлкен. Менің анам 62-ші жыл,
Папам 47-ші жыл. Арадан есептеңізші. Айтып отырмын ғой, екінші алған әйелі. Тырнағын көп алатын еді, сосын іш киім әкеліп беретін еді базардан. Ауылда тұрамыз енді, жазда жайлауда тұрған кезде, көбінесе жазда көзімнің алдында қалған. Папам базарға кетеді, ана алыста ол. Алыста базар, не вообще алыста. Мамам қалады, мамам базарға бармайды. Сонда іш киім әкеліп беретін. Мен білем, ол іш киімнің светі көк болатын, постоянно тізеге келетін мынандай. Іш киім әкеліп беретін мамама. Сосын көйлек алып беретін, көйлек әкеліп беретін, іш киімді саған әкелдім деп беріп жатқанын көргем. Сосын тырнағын алып отырған көзімнің алдында, тырнағын, аяғының тырнағын. Сен өзің ала алмайсың, мен алып беремін деп алып беріп отқан көзімнің алдында. Не сезінетін едіңіз сол кездерде? Ішіңізде не сезім болады? Бала кезімде ма? Тек қарап қоятын, білмеймін, ештеңе сезбеппін, есімде жоқ ол. Денеңіздің қай жерлерінде сезім болып жатыр? Қазір денеңіз есінде, денеңіз помнит. Денем пустой сияқты, білмеймін. Ештеңе сезініп жатқан жоқ, бірақ көзімнің алдында тұрыпты, қалай бергені, светтері көзімнің алдында бар, бірақ